көңілде, көрген күніңде тыныштық жоқ. Бала бағу. Оғылмаймын. Аққағазбен қарасиян ермек қылайын. Егер десең, бесігіңді түзе атты рухани шарада қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер, қадірлі қонақтар, қош келдіңіздер. Бүгін өзіміздің ауданымызда ел болам десең бесігіңді түзе деген атты рухани шара өтіп жатыр. Оған біз өте қуаныштымыз. Осы биыл қазақтың бір туары, кең даламыздың данышпан ақыны, ойшыл, дана ғұламалардың бірі Абай атамыздың туғанына 180 жыл тойлып отыр. Мерейтой ел көлемінде түрлі деңгейде аталып өтуде. Бүгін ауданымыздың мерейтойлық шараларын шымылдығын ашу үшін бастарымызды қосып отырмыз. Осы себеппен көкірегіміздің көзімізді ашып, жан сарайымыздың пердесін басып, өздеріңізбен жүздесуге арнайы ат басын бұрып келген тарих ғылымдарының докторы, профессор Жамбыл Артықбаев ағамызбен абайтанушы филология ғылымдарының докторы Омар Жәлеуұлына шақыруымызды қабыл алғандарың үшін көпшіліктің және өзіміздің атынан алғыс білдіргім келіп отыр. Қымбатты жерлестер, жас кезде оқыған бір бөлек, мен жасымда оқыған бір бөлек. Әр жаста оқу отыруға тырысу керек. Әр 10 жылда Абайды оқу отыруға тырысу керек. Абай атамыз Семейге барғанда көп айтады, Абай Семейге келгенде күнде мәжіліс дейді. Мәжіліс дегеніміз бұл жаңа ғылымның сөзі сөйленетін жер екен. Абай айтады, ғылым таппай мақтанба дейді. Яғни не? Тек қана ғылыммен мақтаныңдар. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа адамды сүй, Алланың хикметін сүй. Көп рахмет келгендеріңізге. Расында бір жақсы осындай пікірталас болды. Өздеріңіздің мына жинаған тәжірибелеріңізбен, білімдеріңізбен бөлісіп деген сияқты барлығын жеткізіп түсіндіріп, білімді болуға оқу керек дейді, бай болуға кәсіп керек дейді, күшті болуға бірлік керек дейді. Осылардың керектің жолында дейді, жұмыс істеу керек дейді. Оны мен айтайын деп отырған нәрсем, өздеріңіз білесіздер, биыл президентіміз еңбек жылы деп жариялап отыр. Сол себептен әр нәрсенің түбінде терең еңбек жатыр, қалай да болмасын. Көп рахмет келгендеріңізге.